Ақжол вакциналарды дер кезінде ветеринарлық станцияларға жеткізу мәселесін көтерді. Толығырақ Ақжол Тайм бағдарламасында тарқатып айтамыз. Ақжолдықтар малдарға алдын алу шаралары уақытында жүргізілмесе, төрт түлікке түскен инфекция тез таралып кетуі мүмкін деп дабыл қақты. Кеше ғана ауыл аймақтарды аралап, халықпен кездесулер өткізіп қайттық. Қарапайым мал бағып отырған шаруалардың барлығында көктем шыққандағы ең үлкен проблемалардың бірі ол малдың ауруы. Вакцина салынбаған мал көкке шыққалы ауыра бастаған. Ауыл шетінде өліп жатқан малдарды көресіз. Бұл жағдай тек мен барып аралап қайтқан ауылдарда ғана емес, бүкіл өңірлерде басталып жатқанын әлеуметтік желілерден байқауға болады. Бұл жөнінде мал дәрігерлері шырылдап дабыл қағуда. Өйткені 2022 жылға арналған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы профилактикалық іс-шараларға қолданылатын вакциналар жылдың жартысы өтсе де әлі түспеген. Тіпті жоспарлы вакциналар мен ауруды диагностикалық тексеруге арналған диагностикумдар жоқ. Төрт түлікте болатын Сібір жарасы, аусол, брадзо, эктима және мәлік, сарып, дерматит, оба, оспа, құтырық, эхинококкоз ауруына берілетін препараттар осы күнге дейін ветеринарлық станцияларға жеткізілмеген. Ветеринар мамандарының жұмысы вакцинаның жоқтығынан тоқтап тұр дейді депутат. Осы айда ветеринарлық станцияның қызметі таза тоқтап, ветеринар дәрігерлер амалдың жоғынан ақысыз демалысқа кетуде. Құрметті Роман Васильевич, вакциналарды дер кезінде ветеринарлық станцияларға жеткізуді, ветеринарлық лабораторияларда ауруды анықтайтын диагностикамен қамтамасыз етуді шұғыл тапсыруды сұраймыз. Ондай болмаған жағдайда елімізде эпизоотиялық жағдай өршіп, мемлекетке қауіп төніп, көп шығын келетініне күмәніміз жоқ.